Сәлем құрметті оқырман, бүгінгі әңгімеміз табысқа жетудің құпиясы жайлы. Көп адам табысты болғысы келеді, бірақ қалай жетуді білмейді. Табыс тек ақша, мансап, дүние емес. Табыс адамның ішкі тыныштығы, мақсатына жетуі, армандарын орындауы. Абай атамыз айтқан, еңбек етсең ерінбей, тояда қарның тіленбей. Бұл қарапайым ғана нақыл, бірақ бүкіл өмірлік қағиданы қамтиды. Егер біз ерінбей еңбек етсек, әр күнімізді дұрыс бастасақ, міндетті түрде табысқа жетеміз. Дүниеде мыңдаған кітап жазылды, миллиондаған мотивациялық сөз айтылды. Бірақ олардың бәрінің түпкі мәні бір-ақ нәрсе: өзгеріс өзіңнен басталады. Әр күнді жаңа мүмкіндік деп қабылда. Таңертең оянғанда, мен бүгін бір қадам алға жылжимын деп өзіңе уәде бер. Пайғамбарымыздың хадисінде, екі күнің тең өткізген адам зиянға ұшырайды делінген. Яғни, кеше қандай болсақ, бүгін одан жақсы болуымыз керек. Бүгін кішкене болса да алға басуымыз керек. Жапондардың бір жақсы сөзі бар, кайдзен дейді. Мағынасы күн сайын кішкентай жақсару. Күн сайын 1% алға жылжысаң, бір жылдың ішінде өмірің түбегейлі өзгереді. Бір дананың сөзі бар, егер өміріңді өзгерткің келсе, күнделікті әдеттеріңді өзгерт. Сондықтан дұрыс әдет қалыптастырсақ, табыс өздігінен келеді. Өмірде кездесетін қиындықтардан қашпаңыз. Әр қиындық сізді шыңдайды. Қазақта қиындық ерге сын дейді. Шын мәнінде адамды мықты қылатын да, жетістікке жеткізетін де қиын сәттерді жеңуі. Өмірдегі тағы бір құпия дұрыс ортаны таңдау. Маған достарыңды көрсет, мен сенің кім екеніңді айтамын дейді. Егер сенің айналаңда тек шағым айтатын, негатив ойлайтын адамдар болса, сен де сондай болып кетесің. Ал егер сенің қасында алға ұмтылатын, еңбектенетін, жақсылыққа шақыратын адамдар болса, сенің өмірің де өзгереді. Сондықтан әр адам өзінің ортасын, достарын дұрыс таңдауы керек. Өйткені табысты адам ешқашан жалғыз болмайды. Тағы бір маңызды нәрсе уақыт. Уақыт ең қымбат қазына. Жоғалтқан ақшаңды табасың, жоғалтқан заттарыңды орныңа келтіресің. Бірақ кеткен уақыт ешқашан қайтып келмейді. Әл-Фараби бабамыз айтқан, уақыт ұстаз, бірақ ол шәкіртін өлтіріп барып қана үйретеді. Сол үшін әр күніңді босқа өткізбе. Күніңді жоспарла, пайдалы іске жұмса, күніне бір бет кітап оқысаң да, бір қадам алға жылжығаның. Ағаш еккен адам көлеңкесін бүгін емес, ертең көреді. Сол сияқты сенің бүгінгі еңбегіңнің жемісін ертең жейсің. Сабыр ет. Ештеңе бірден болмайды. Құранда да әр қиындықтан кейін жеңілдік бар делінген. Бұл өмірдің заңы. Бүгінгі азабың, ертеңгі қуанышың. Достар, табысқа жету үшін ең бастысы сенім. Өзіңе сен, арманыңа сен. Көп адам өзі сенбеген арманын армандайды. Бұл қателік. Сен арманыңа сенбесең, ол арман қалай орындалады? Наполеон Хилл адамның ойы оның болашағының картасы деген. Сондықтан ойыңызды түзеңіз. Жақсылық ойласаңыз, жақсылық болады, жамандық ойласаңыз, жамандыққа тап боласыз. Қазақтың бір мақалында бақыт еңбекте делінеді. Шын мәнінде табысқа жетудің жалғыз жолы еңбек. Табысқа жеткен әрбір адам еңбекқор. Қорыта айтқанда, табысқа жетудің жолы күн сайын мотивация алу, жақсы сөз тыңдау, жақсы ой айту. Егер сен әр күніңді дұрыс бастасаң, сен міндетті түрде мақсатыңа жетесің. Өзіңді өзгерткің келсе, кішкентай қадамдар жаса. Өзіңді дамыт, уақытыңды бағала. Жақсы адамдармен жүр, жақсы ой ойла, сонда сен қалаған табысқа жетесің. Жазылып, қоңыраушаны басыңыз. Жаңа мотивация әр күн сізбен бірге болсын.